Всем привет! Бұл мен Айсалу, ал бұл менің інім. Бізді папамыз түсіріп тұр. Біз 5 минуттың ішінде 5000 теңгеге өзімізге керек заттарды алуымыз керекпіз. Қалай ойлайсың, біз үлгереміз ба? Ал ендеше видеоны соңына дейін қара. Мер қосылды, уақыт кетті. Менің бірінші алған затым чипсы. Інім де соны алды. Чипсидің бағасы 649 теңге. Мына жерде мен не алатынымды білмей ұстап көріп жатырмын. 5 минуттың ішінде алып үлгеремін ба деп, жан-жағыма қарап, қобалжып магазиннің ішінде жүгіре бастадым. Уақыт деген зымырап жатыр. Біз не таңдарымызды білмей жүрміз. Екінші қолыма түскені ол сирок болды. Оның бағасы 344 теңге болды. Інім де сирок алып алды. Оның сирогының бағасы 211 теңге екен. Інім жайбарақат алып жүргенде видеоға түсіріп тұрған папам мені таппай қалды. Ал мен шоколадта тұратын жаққа қарай кетіп қалдым. Осы жерде мен өзіме ұнаған шоколадты алдым. Оның бағасы 288 теңге тұрады. Жерде мен өзіме йогурт алып жатырмын. Оның бағасы 489 теңге. Озвучка жасаған қиын екен, ары қарай не айтарымды білмей жатырмын. Мына жерде мен тағы бір шоколад алдым, оның бағасы 301 теңге. Мына жерде мен сок алғым келді, оның бағасы 495 теңге. Сок алғаннан кейін 1 минут қалғанын есіме түсіп, мен Милка шоколадына қарай жүгіре бастадым. Енді мен Милка шоколадың қай жерде тұратынын білмей адасып жүрмін. Мына жерде мен тағы бір шоколад алдым, оның бағасы 1615 теңге. Сосын мен жерден Орео алғым келді, бірақ ол берген ақшадан асып кететін шығар деп қайттан орнына қоя салдым. Мына жерде 39 секунд қалды, менің ең соңғы алғаным йогурт. Мына жерде мен йогурт алып жатырмын, оның бағасы 99 теңге екен.
Ана жерде 4 минут қалды. 1, 2, 3. Сонымен покупкамыз аяқталды. Қарағандарыңызға көп рахмет.